Павлодарда өзге ұлт өкілдері өрендерінің қазақ тілін, өнерін, салт-дәстүрін қаншалықты меңгергендіктерін саралауға арналған байқау өтті. Оған облыстың барлық аудандарынан мектеп оқушылары қатысты. Ассамблея жылы аясында өтетін мың бала жобасы түрлі этностардың мың баласына мемлекеттік тілді үйретеді. Ал бүгінгі байқауға тілге бай, қазақша көркем сөйлей алатын, бұнымен қоса салт-дәстүр, жоралғыларды жетік білетін жеткіншектер қатысты. Яғни басқаларға сабақ болу үшін, өйткені әрбір азамат тілдің дамуына қандай үлес қоса алатынын іштей сезіне алса, жобаның нәтижелі болғаны. Бұл ұлттар арасындағы бірлікті, достықты нығайтуға себепші болады. Менің ауылымда қыздарды жас кезінен тәрбиелейді, үлкенді құрметтеуге, салт-дәстүрді білуге. Ертең келін болып түскенде сол салт-дәстүрдің бәрін сақтау керек. Жақсы келін атану үшін. Әрине, Қазақстан жерінде тұратын әр адамдар қазақ тілін білу қажет деп ойлаймын. Міне, осы мен бұл конкурсқа келіп отырғанын мен өзімді көрсеткім келеді. Өзімнің ұлтым татар болғанымен, менің ойымша қазақ тілін мен өте жақсы білуім қажет. Баянауыл әрине ол қазақи жер. Сондықтан да мен осы жерден жеңімпаз болып өтетініне мен сенімдімін.